Баршаңызға сәлем, сәлематсыздар ма? Бұл біздің 2023 жылға деп арнап сойылған байталдың еті, соғын сою басталды. Өйткені қазір аяздар басталып, ет қатып жатыр, сондықтан ауылдың ішінде барлық үйде соғын сою басталды. Мынау екі елі байталдың еті. 30 жыл жасадық. Енді біреуін асып жеп көрдік, дәмі жақсы екен, соны енді аяқтап жатырмыз. Бізде шұжық жасағанда етіне бұғананың етінен саламыз, сосын кейін етті бұзған кезде түскен еттерді қосамыз, омыртқалардың жалбыраған еттеріне солай бәрін қосып, жылқының іш майын араластырамыз. Бұған қосатын дәмдеушіміз тұз, сәл ғана қара бұрыш, сәл ғана сарымсақ қосамыз. Көп қоспаймыз, өйткені біз көктемге қарай бұларды қазір іліп қоямыз. Осылай мыналардың бәріне қазір аяқтайын, бұлай ағашқа іліп қоямыз да, қатырып іліп қоямыз. Жіңішке шектері дегеннің өзі осындай шек болып тұр. Мына жіңішке емес, мұлар жіңішке шектің өзі жуан шек болып тұр. Размерлері бірдей емес, өйткені біз үлкен табақтарға үлкендеуін саламыз. Сосын кішірек шұжықтарды оны жай уақытта тамақ дегенде етке қосып отырамыз. Міне біз 2 күн, 2 түн қазыларды тұздап, осылай үйде қойдық, сарымсақ салынған, тұз, бұрыш қосқан жоқпыз. Өзім онша бұрыш қосқанды ұната қоймаймын. Міне қазылар осы. Аппақ, жақсы, жас, байталдікі. Байталды. Мынау терішік осындай түсіп жатыр осылай. Енді бұларды қазір шекке айналдырып жатыр. Осы байталдың қазыларын мынадай үлкен тегенеге бөліп тұзадық. Бұған тұзға қосқаным тек қана тұз бен сарымсақ қостым. Сарымсақты да көп қылмаймын, но тұзы қатымды болу керек. Жазғы күні біз оны сүрге шығарамыз, далаға кептіреміз, сонда майы ашып кетпеу үшін тұзы қатымды болу керек. Мынау тершігі жаңағы ненің. Осы байталдың тершігі міне мынадай болып шығып жатыр. Қазыларды айналдырып жатырмыз, мінекей шекке айналдырамыз. Басқа еш нәрсе қолданбаймыз. Қазыға, шұжыққа бізде шұжық бөлек, қазы бөлек. Шұжық бөлек, оны етті турап жасаймыз. Қазы бөлек. Біз қазының қабырғаларын мынадай сырып алып тастамаймыз, құр басын шекіп қоямыз, мынадай бас жағынан. Шекеміз, өйткені табаққа салғанда бачокқа сыймай қалады. Сөйтіп мына шетінен шекіп қоямыз. Бұны алып тастауға да болады, немесе алмай-ақ бірге кептіре беруге болады. Сонда шұжыққа да, қазыға да жетіп жатыр да? Жеткенше біз жаңа шұжықты биыл 30 шұжық дайындадым. Ал енді мынау шегі жеткенше айналдырамыз, бірақ менде ылғи артық шек болады. Жазда мал сойғанда шектерін мен тоңазытқышқа, морозилкасына сақтап қоямын. Олар маған осындай уақытта жетпей жатса керек болады. Міне жазда сойған шек, майы сап-сары болып тұр. Ал мынау қазіргі сойған шектің майы, мінекей шектің сыртында майы аппақ. Бұл жастау. Анау тоже сойылған биенікі, бірақ үлкен болғаннан кейін майы сап-сары, сол шектерді мен сақтап қоямын. Керек болған кезде маған қазір керек, өйткені бір малдың шегі барлық қазысына жетпей қалуы мүмкін. Өйткені шұжық мол жасалды. Қазыларды айналдырып жатқанда шекті жыртып кетпеу үшін мынадай шемір шектерін артық алып бөлек салып отырамыз да, бұны бір тамақ қыламыз. Өте дәмді, тұзы, несі, сарымсағы сіңген ол. Содан кейін кейде мен мына қабырғаны бір қазыны түгел етінен, сүйегінен ажыратып шекке салам. Бірақ оған белгі қоямын, шұжықпен шатасып кетпеу үшін. Ол да дәмді болып, тамаққа салғанда дөңгеленіп қазы да тұрады, дөңгеленіп шұжық та тұрады. Енді бұл қазылардың бәрі қазір қыста сарайда тұрады. Жайып, кептіріп алып, содан кейін барып ілеміз. Көктемде күн жылына бастаған кезде далаға шығарып төбеге жаямыз.
жебеге жайып, жел қақтырып, кептіріп, сөйтіп қалған малдың қалған еті сүрге шығады. Оны жаз бойы ет асқанда сол осы қазы барлығы пісіріліп. Сүрлегенде дәмдеуіш тағы бірдеме қосасыздар ма? Жоқ, сүрлегенде ештеңе қоспаймыз. Бұлар уже дайын күйінде қазір далаға кептіреміз, қатырамыз жерге, целлофан төсеп, соның үстіне қатырып алып, әдемілеп, түзулеп қойып, шұжықты бәрін. Содан кейін барып ілеміз. Егер де бірден шұжықты ілсең, еті бір жағына қарай кетіп қалады. Сондықтан жер кептіріп, қатырып алып, содан кейін ілсек, ол өзі етімен қатып тұра береді. Көктемде ештеме қоспаймыз. Шекке айналдырған шекке айналмағаны болса, оны марлемен орап саламыз. Шаң тимеу үшін, бір нәрсе жұқпау үшін, таза болу үшін марлемен істейміз, егер шер жетпей жатса. Ал шер жетіп жатса, бәрін шекке айналдырған тіпті жақсы. Шектің ішінде өте жақсы сақталады.